Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін шоколадный печенье жасайтын боламыз. Ең алдымен сары май мен қантты миксермен жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін бір жұмыртқа қосып вилкамен жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін ұн, какао, сода және бір шай қасық крахмал қосып, барлығын жақсылап араластырып, қолымызға жабыспайтындай етіп, қамыр дайындайтын боламыз. Қамырымыз осылай болып дайындалып шықты. Содан кейін қолымызбен шариктер жасайтын боламыз. Осылай дөңгелетіп противеньге салатын боламыз. Осылай салып болғаннан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Печеньеларымыз осылай болып дәмді болып шықты. Видеода көрсетілгендей, мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте жұп-жұмсақ шоколадный печенье дайын болып шықты. Барлықтарыңа жасауға кеңес беремін, өте оңай және тез жасалынады.